Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мен Мерейлі Ағабекұлы, Қазақстан Республикасының азаматы, Шымкент қаласының тұрғынымын. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының конституциялық заңы 84%-ға дейін өзгереді деген ақпаратты естіп, соған сай қаншама пікірлерді тыңдап, мен де өзімнің ақсақалдық ой пікірімді айтайын деп ортаға шығып жатқан жайым бар. Енді құрметті бауырлар, осы конституциялық заңымыз егер кереметтей жақсы болып шықса, бәріміздің абыройымыз. Қараша халықтан бастап басшыларға дейінгінің барлығымыздың абыройымыз. Өйткені бүкіл әлем қарап отыр. Егер бұл заң келеңсіз жағдайда шықса, бәріміз мазақ боламыз бүкіл әлемге. Сондықтан да осы заңды тексеріп, ақылдасып, өкінбейтін дәрежеде, ертең мақтаныш қылатындай, қуанатындай, жұрт таңғалатын дәрежеде шығаруды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Бұл қу дүниенің түбіне кім жеткен, бауырлар? Ешкім мәңгі жасамайды. Кешегі бабаларымыз хан болған, аналарымыз алтынға апталып көмілгенде солар жүз жасаған жоқ қой. Бүгінгі таңда алтын адам болып табылып жатыр, бірақ олар мәңгілік жасаған жоқ. Сол сияқты ешкім мәңгі жасамайды. Ақылға салуымыз керек әрбір нәрсені. Біздің ақылды амалымыз бен сөзіміз мәңгілік жасауы мүмкін. Артымызда ақылды ұрпақ қалса, солар біздің жақсылығымызды жариялап, ізгілікті таратуы мүмкін. Сондықтан да құрметті бауырлар, дүние ешкімге жетпейді. Бұл заңды тексергенде мынау жеке бастың қамы, пайданы көздеу мақсатында болмау керек. Мысалға, осы Қазақстанда Құдайға шүкіршілік, өзіміздің қазақ ұлттарына қарап сөйлеймін, басқаларға шаруам жоқ. Қаншама атпал мықты мақтан қылатын азаматтарымыз бар, бүкіл әлемге танымал. Осы азаматтар жанашырлық танытып, осы еліміздің дамуына атсалысуға лайықты дәрежеде тағдыр жазған шығар Құдай Тағала. Сондықтан да мына ата-баба әруағын сыйлап, құрметтеп, әруақтың жататындай жерде, әруақтың рұқсаттанатындай дәрежеде еңбек етуіміз керек деп ойлаймын. Бүгін мақұл, дүние қуып, қаншама дүние жиғаныңмен, оны шетелге апарып тыққаныңменен, ертең елден, жерден, тілден айырылатын болсақ, қазақта сөз бар ғой, жақсыны айт, жаман тіреп қой деген, оның бет аулақ болмай қойсын. Ең бірінші осы азаматтарға қауіп төнеді. Қарапайым халықты шаруасы болмайды ешкімнің. Кімнің қолында миллиардтар дүниелер бар, соларға шүйлігеді. Сол кезде арқа сүйейтін ел, табан тірейтін жер таппай қаласыздар. Сол кезде ұрпақтарың сіздерді қарғайды. Дүние қуып біз шетелге алып келгенде не? Арқа сүйейтін ел болмады, табан тірейтін жер болмады, күң мен құлға біз бірінші айналдық қой деп өкінетін кез болады. Осыдан сақтануымыз керек. Қазір көріп отырсыздар ғой, қаншама ұлттар мен ұлыстарды. Бізден саны көп. Бірақ арқа сүйейтін елі жоқ, табан тірейтін жері жоқ, елінің бәрі босып кеткен. Табан тірейтін жерге зар болып, арқа сүйейтін елге зар болып жатқан жағдайлар бар. Сондықтан да соны кебін киіп қалмас үшін сақтанғанды Құдай сақтайды деген сақтануымыз керек. Екінші, біздер мынау заң шығарғанда мемлекеттің байлығы адам. Адамдарды азғындыққа апаратын заңдарды жойып, олардың авторларын біздің ізгі азаматтар мен азаматшылардың қатарына жазбаңыздаршы. Біз намыстанып жатырмыз. Сол азғындықты жойып, адам баласының Құдайдың жаратқан жаратылысына сай өмір сүретін, бақытты болатын жағына қарай азғындыққа жол бермейтін заң шығарыңыздар. Біз мысалға қандай да бір азаматқа, азаматшаға баға беретін болсақ, Қазақстандағы қазақтарға айтамын. Біз ұлттық көзқараспен қарауымыз керек. Біріншіден, бұл ана тілінде сөйлей ала ма? Адам баласы өмірге келмей тұрып ананың жақсылығын көрген, өмірге келгеннен кейін де жақсылығын көрген, есейгенге дейін ананың жақсылығын көрген. Сол анасын құрметтей ала ма бұл? Бұл мемлекетшіл ма? Мемлекеттік тіл болған қазақ тілін сөйлей ала ма, сөйлей алмай ма? Бағаны біз осылай қарауымыз керек. Ана тілін құрметтемеген, анасын құрметтемеген болады. Анасын құрметтемеген елге қайтып жақсылық жасайды. Екіншіден, бұл қазақ болғанда дәстүрден хабар бар ма? Яғни, ұлтын құрметтеп сыйлай ала ма? Әруақ құрметтей ала ма деген көзқарасты болуымыз керек. Үшіншіден, діни сеніміне қарауымыз керек. Өйткені біздің бабаларымыз Құдайдан қорықпағаннан қорық деген. Қазір бүкіл әлемде Құдайдан қорықпағандардың зардабын адамзат баласы шегіп жатыр. Оған барлықтарыңыз куәсіздер. Егер осы тіліне құрметі болса, дәстүріне құрметі болса, дініне құрметі болса, онда ол нағыз азамат, азаматша ұлтқа жанашыр деп таныңыздар. Бұны айтып жатқаным,
Біз қызын құрметтеп төрге отырғызған қазақ едік. Сондағы мақсатымыз бұл қыз бала жас болса да болашақ ұлттың анасы, болашақ ұлтты таратушы тұлға деп құрметтеп сыйлағанбыз. Қыз кезінен орамалын тартқызып, бой жеткізіп, қадірменді анаға айналдырғанбыз. Сол ақ орамалды қай-қайдағы біреулердің сөзіне еріп, орамал тартуға тыйым салып тастадыңыздар. Одан не мәс таптық? Мектептегі қыздарымызға екі қабат болып жатыр. Сондықтан да сол орамалымызды қайтарыңыздар. Мынау Оралда қай бір жылы көтеріліс болғанда, бір анамыз ақ орамалын алып, жігіттердің алдына көлденең тастағанда, дәстүр құрмет деген қазақтың жігіттері ақ орамалдан аттап кете алмай тоқтаған. Бұл орамалдың сондай бүлікке кедергі келтіретін, тоқтата алатын қасиеті бар еді. Осыдан айырдыңыздар. Осыны қалыпқа келтірсек деймін. Дін бостандығы деген заңды қалдыру керек. Дінге бостандық еркіндік беру керек. Қазір сондай бір қауесет естіп жатырмыз. Ертең бір қазақтың діни сеніміне нұқсан келтірсе, қылмыстық іс болып жауап беретін заң қабылдамайын деп жатыр дейді міс. Бұл өте қауіпті жағдай, бауырлар. Ертең бір тәңіршіл шығады, менің сеніміме нұқсан келтірді мынау деп. Бір мұсылман бауырымыз шығады, менің сеніміме мынау нұқсан келтірді деп. Сөйтіп бұл дау-дамайға ұласады. Бұл біздің ынтымақ бірлігімізге өте қатты кедергі келтіреді. Сондықтан да дін бостандығы болсын. Бізге дейін де осы пікірталас болған, біздің кезімізде де пікірталас болып жатыр. Бізден кейін де бұл діни сенім жөнінде пікірталас бола береді. Оның апарып жаңағы жау шаптырғандай бір анандай қиын жағдайға апарса сеніп қалып, оның таяғын жеп қалмайық, жаңағы орамалдан айырылғандай болып қалмайық. Сондықтан да құрметті бауырлар, енді барлықтарыңыздың ақылдарыңыз бар ғой. Мен сіздердің ақылдарыңыз бар деп айтып отырмын. Енді ақымаққа не шара?